Ташауш намаздарында үйге келген кездерінде көп жылап тұрып дұға жасап жатқандығын көп көретіндей, Алла тағала балдарынан қариларды көп шығаршы, ғалымдарды шығаршы, Аллам елге ертеңге қызмет жасайтын адамдарды шығаршы деп көп жасайтын. Мен осы нәрсені жастайынан анамның дұғасында көп естіп келдім да. Сол кезде анам қатты жігерлендіреді. Немесе қатты айтатын кездерде болады, егер сен Құран жаттамасаң, қари болмасаң, мен қари болмайтын, балам керек емес деген сияқты ең қатты ауыр сөздері. Мен білесің осы уақытқа шейін қанша дүре жегенімді дейді. 18 мың дүреледі мен дейді. Бір емес, 100 емес, 200 емес, 18 мың рет. Туысқандарың үйіне барасың деген сияқты да. Сосын дүйсенбі күн келесің, сол күнді аңсап отырасың. Дүйсенбі күн келген кезде кеше базарда мынандай болып еді деген сияқты да. Немесе туысқан үйінде мынандай күшті тамақ жеп едім деген сияқты. Бір адам бір күнде бір аят жаттауға қинала ма? Бір аят жаттауға қиналмайды ғой, дұрыс па? Күндегі үзбей жаттаса, бір жылда Бақара сүресін жаттап тастаған. Али Имран сүресінен тағы 100 аятты қосып жаттаған да бір жылда. $1 миллион қашан табады? 100 жыл тоқтаусыз жұмыс жасаған кезде $1 миллион ақша табу мүмкін да. Маған негізі қатты Құран жаттауыма негізі жаттау қабілетімді көп ашқан нәрсе Әбсаттар Рысман марқұм ол кісі, Алла рахмасын, жігерлендіру қатты әсер ететін да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді көрермендер, сіздермен қауышқанымызға қуаныштымыз. Қазір сіздер Ағарту Академия YouTube арнасындасыздар. Бүгін сіздерге подкастымызда пайдалы болуға тырысамыз. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы исламтану ғылымына өмірін арнаған көрнекті ұстаз, Нұр Мубарак университетінің аға оқытушысы, Құран хафизі Абдухалық ұстазымыз келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіз. Ұстаз, енді біле білуімше бұл сіздің алғашқы бір подкастыңыз, алғашқы подкастыңыз. Сезіміңіз қалай подкаст жайында? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулиллахи ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Білмеймін, жалпы қалай бірінші рет келіп отырған соң кішкене қобалжып отырғанымыз бар. Қандай сұрақтар келеді, қалай деген сияқты. Бұйырса, ұстаз, енді Алла қаласа сол Құранның айналасында әңгіме қозғайтын боламыз, еркін форматта, иншалла. Енді ұстаз, подкастымызды бастасақ, жалпы бірінші сұрағымыз сізге қойылатын, жалпы сіздің ең алғашқы ілім жолындағы қадам басуыңыз. Біле білуімше сіз Құранды ертеректен бастағансыз, сіз сол Құранмен балалық шағыңызда танысудан бастап таныстырсаңыз, иншалла, осы ілім жолыңызбен. Жалпы ең алғашқы бізді Құранға қызықтырған нәрсе әкеміз кішкентай кезімізден қысқа сүрелерді үйрететін. Дәл сол сияқты бізге одан көбірек үйреткен нәрсе, әкеміз әрдайым бізде кешқұрынғы уақытта тарауих намазы оқылады. Тарауих намазына ертіп баратын. Міндетті түрде өзі қасына ертіп баратын. Ол кезде біз 5-6 жастар болсақ керек. Сол кезде сол жердегі мешіттің имамдардың Құран оқығандарын естіп, біз ең алғашқы 20-30 сүрелерді біз сол мешіттегі тарауихтан үйрендік негізі. Жалпы имамдардың қырағаттары өте күшті болатын. Сол имамдардың қырағаттары бізге осы жастайымыздан өте қатты әсер етті. Шамамен неше жастасыз ол кезде? Ең алғашқы сол тарауихқа барған кезім 5 жас болуым керек. Сол 5 жас кезде ден бастап қалдырмай әкеміз бізді тастамай тарауих намазына алып баратын. Сол кезде, былайша айтқанда, Құранмен таныстықтарыңыз сол кезден басталды, Сол кезде ең алғашқы таныстығымыз сол кезде болды. Дәл сол сияқты сол 5-6 жас кезіміз деп айттық. Сол жердегі имам мешітте Құран үйрететін болса, бірінші мен білетін жерде де айлық бермейді да ол. Менің айтайын деген нәрсем басқа бұл жерде қатты айтқым келгені, ол кезде ондай басқа Өзбекстанның басқа мешіттерінде, көп мешіттерінде оқытылмайды, тыйым салынады. Тіпті кішкентай балдардың өзі мешітке кіруге тыйым салынатын бір кезеңдерде бізге сол жердегі Кәмілхан деген имам кішкентай кезімізден Құран үйретудің жолға қойған болатын, үйрететін. Мұғалім сәні үйретеді деген сияқты да. Одан кейін Абдухадыр, Сүлеймен деген имамдар болатын. Құрандары өте күшті болғандық себептен
соларға ұқсап оқуға көп әрекет жасайтынбыз. Кейін бертін келе 7, 8, 10 жастар кездеріміз болса керек. Солардан жаттаған сүрелеріміз, тарауихтың тәсбихтары деген сияқты тарауих біткен кезінде бізге оқытатын. Ол бізге қатты жігерлендіру болатын. Мотивация деп айтамыз ғой. Мешітте жаттағасын, сол намаз біткен соң Абдухалық Құран оқып берші деп айтатын да. Немесе мешітте тарауих оқыған кезде арасында тәсбихтар бар. Сол тәсбихтарды бізге айттыратын. Сол нәрсе бізді көбірек жігерлендірді. Енді осы жолда, осы ілім жолын бастарда өзіңіздің ұстаздарыңыз жайлы айтып берсеңіз, ең алғашқы ұстаздарыңыз қалай болды? Осылайша жалпы негізі 10-11 жас кезім болса керек. Сол кезде мені оған дейін де жазғы демалыс кездерінде білесіздер, Түркістан облысында Сарыағаш ауданында Сарыағаш медресесі бар. Анам мені сол жерге алып баратын. Аштап айтқан кезде нағашыларым қолында нағашыларым болатын. Ең бірінші кезімде, кішкентай кезімнен Абдусаттар Сманов деген анамның інісі болады. Сол кісінің үйіне алып барып, сол кісінің үйінде тұрып, сол жерде жатадық. Медресеге барып келеміз, сол кісінің үйінде жатамыз. Сол кісіге Абдусаттар Смановқа тапсырамыз. Бізді ол кісілер жаздың күні Шымкент қаласындағы Пақтакар деген жерде Худжра системасында Құран жаттау орталығына алып барады. Біз сол жерде Құран жаттайтынбыз. Қалған күндерінде сол Абдусаттар Сманов деген ұстазымыз, әрі нағашым, сол кісінің үйінде жаттаған болатынбыз. Енді ұстаз, бұл ілім жолы және Құран жолы, бұл өте ұлы жол, өйткені ондай жолда міндетті түрде сынақтар болады. Сол қандай сынақтар кездесті сіздің ілім жолыңызда? Біле білуімше, ұстаз, естігенбіз, сіздің 8-9 жасыңызда ұстазыңыз анаңыз алып келіп, менің баламнан қари шықпайды деген секілді. Сондай тұрғыда айтып берсеңіз, қандай сынақтар болды? Шымкентте оқимыз, ол кезде жаңағыдай айтқан Пақтакар деген жерде Құран жаттау орталығында. Сол кезде басында шынымды айтайын, біз Худжра системасында өте көп уақытыңды тек қана Құран жаттайсың, басқа сенде жұмыс жоқ. Тек қана тамақ ішесің, ұйықтайсың, Құран жаттайсың. 16 сағат уақытыңды Құранға арнайсың. Солайша мен 3 қатарды зорға жаттаймын. 3 қатар 16 сағат. 3 жол Құранды жаттаймын. Оның өзін қате тапсырамын, қиналамын қатты. Тапсыра алмаймын бұл айтқан кезде. 1 ай өтті, 2 ай өтті. Сол кезде кейбір ұстаздар сол кезде жалпы ол жерде негізі Камилжан Қара деген ұстазға тапсырамыз. Бірақ ол кісінің шәкірттері, кейбір шәкірттері дәріс берген кезінде, сол кейбір шәкірттері біздің үйдегілерді шақырып, сенің балаңнан қари шықпайды, одан қайта басқа бір араб тілін үйрет, басқа салаға бер деген кездері болды. Бір адам бір күнде 1 аят жаттауға қинала ма? Досым, Құранға түсу керек еді бір. Сосын қатты айтты. Осы сен Құранға түстің ғой? Қай түстің осы Құранға? Мен ба? Не? Мен ағарту ап қосымшасымен түстім. Не? Егер сен түскің келсе, ниетің болса, егер осы қосымшаны ұсынамын досым. Бұл жақта Еркінбек Шоқай, Асқар Сабин деген мықты ұстаздар сабақ береді ғой. Бірден тапсырмасын орындаймын. Оның үшін ешқандай саған сылтау болмайды ғой бітіруіңе. Мен өстіп бітіріп алғам досым. Білесің ғой, мен жұмыста қолым босамайды, мешітке де бардым, бітірмей кеттім, бірақ осы қосымшаға жазылдым, сразу бітірдім досым. Егер сен де бітіруді қаласаң досым, осы қосымша арқылы бітіріп алсаң болады. Ұстаз шығады, ұстаздың видеосын қарайсың, одан кейін солардың алған тапсырманы бүйтіп, мысалға мына қарашы, дәл деп тұрады. Осының астында арабша әрпін табу керексің. Дәл тапсаң дұрыс деген вариант. Сонда ойын жүйесінде сонда, иә, ойын форматында. Кез келген жерде, кез келген уақытта досым. Құрметті көрермен, білікті ұстаздардан 0-ден бастап Құранға түсуді қаласаңыз, описание бөліміндегі сілтемеге өтіп, толық ақпарат ала аласыз. Сол кезде анам қатты жігерлендіреді. Немесе қатты айтатын кездерде болады, егер сен Құран жаттамасаң, қари болмасаң, мен қари болмайтын, балам керек емес деген сияқты ең қатты ауыр сөздері. Болмасам, жалпы маған қатты ол жерде кедергі, мен өзім кейіннен қатты зерттесем, сол кезде әсер еткен нәрсе, жалпы негіз болашақта Құран жаттаушылардың ата-аналарына да көп айтамын жалпы. Немесе жаттаушыларға көңіл күй деген қатты әсер етеді. Көңіл күй қатты мықты болмаған. Проблеманы ойлап отыра бересің, немесе үй сағынып отырасың деген сияқты ғой. Құран жаттаушы үшін көңіл күй қатты
қатты маңызды. Көңіл күйің жоқ па, сен жаттай алмайсың деген сияқты да. Тікелей байланысты. Тікелей байланысты. Мен жаттап отырам, көңіл күйім жоқ, тек денем ғана қайтап отырады деген сөз ғой бұл айтқан кезде. Сөйтіп көп қиындықтар болды. Дәл сол сияқты не үшін бұны айтып жатырмын? Болашақта жалпы қариялыққа берген ата-аналарда үйдегі проблеманы бала бас ауыртпау керек қой, үйдегі проблемамен. Қашан бас ауыртады, Құран жаттауға қатты қиналады. Сол себепті сосын нәрселер қатты әсер етті. Дәл сол сияқты кейбір біз 6 күн Құран жаттаймыз, 7-ші күн демаламыз. Демалған күні мүлде ұмытып кетеміз. Сосын өзі Құран жаттату барысында 6 күн емес, Құран жаттайтын адам 7 күн жаттасын деген талаптарды қойдық та біз. Арасында демалыс алып қалсаңыз ұмытып қаласыз. Арасында демалған кезде біз не істейміз? Арасында демалған кезде базарға барасың, арасында барғанда демалыс күні туысқандарың үйіне барасың деген сияқты да. Сосын дүйсенбі күн келесің, сол күнді аңсап отырасың. Дүйсенбі күн келген кезде кеше базарда мынандай болып еді деген сияқты да, немесе туысқан үйінде мынандай күшті тамақ жеп едім деген сияқты. Келесі жексенбі күтіп отырасыз. Тағы бір күнің басқа кетті деген сөз да. Анау кейін үйренем дегенше тағы бір 2 күн кетеді деген сияқты. Сондай бір қиындықтар болды. Бірақ кейін көңіл күй туырланды, күнделікті жасай бергеннен. Сосын мынандай нәрсе маған қатты әсер еткен болса керек. Анам қатты намысшыл, басқа кісілер жаттайды, сен неге жаттай алмайсың? Тахажжуд намаздарында үйге келген кездерінде көп жылап тұрып дұға жасап жатқандығын көп көретіндей, Алла тағала балдарынан қариларды көп шығаршы, ғалымдарды шығаршы, Алла тағала елге дінге қызмет жасайтын адамдарды шығаршы деп көп жасайтын. Мен осы нәрсені жастайынан анамның дұғасында көп естіп келдім да. Сол кезде сіз медресе жүрген кезде тек Құран жаттаумен айналыстыңыз ба, немесе ілімдікті қосып алып жүрдіңіз бе? Негізі мен басында Құраннан бастадық, кейін Құранды жаттап болған соң, кейін Құранды қайталау барысында және онымен бірге қоса араб тілі немесе осы исламтанудық ілімдерді сол жерде үйрендік. Ал сіздің ұстаздық жолға келуіңіз қалай болды? Қай жерден бастадыңыз? Жаңағыдай мынандай мәселені айтып кетейін. Құран жаттау барысында біз жаздың күндері демалыс күні медреселерге, неше түрлі хұжраларға барып жаттады дедік. Маған негізі қатты Құран жаттауыма негізі жаттау қабілетімді көп ашқан нәрсе Әбсаттар Усман марқұм ол кісі, Алла рахмасын, жігерлендіру қатты әсер ететін да. Ұстаздың шәкіртіне берген жігерлендіру қатты маңызды. Қолынан келмей тұр, жаттай алмай тұрсын, ұстаз саған күшті бір сөздерді айтқан кезде бәрін ұмытасың, жаттауға ерекше кіресесің. Бүкіл тіпті проблемаларды, көңіл күй бәрі кетіп қалады, бітті жаттай бересің, күшті жаттай бересің. Сол нәрсені Әбсаттар Усман ұстаз көп беретін бізге. Солайша жалпы негізі сол жақта жүріп мектепте оқып бітірдік, одан кейін Нұр-Мүбарак университетіне келдім, бакалавр бітірдім, магистр бітірдім, осы университетте докторантура бітірдім, тек қорғау қалған. Сол аралықта жалпы мен республикалық имамдардың білімін жетілдіру ислам институтында дәріс беріп келемін 2013 жылдан бері. Содан бастадыңыз, ұстаздық жолы? Содан бастадым, Нұр-Мүбарак университетін бітіргеннен кейін. Құран кәрім, фиқ сабақтарынан дәріс бердім. Қазіргі таңда ол жақта беріп жатсыз ба? Иә. Қазіргі таңға дейін? Қазіргі таңда берем. Дәл сол сияқты сол уақыттан бастап осы уақытқа дейін өзбек келетін. Сонымен бірге Нұр-Мүбарак университетінде. Нұр-Мүбарак университетіне келуіңіз қай уақытта болды сонда? 2021 жыл келдім. Оған дейін жалпы онымен бірге Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте дәріс бердім. Дәл сол сияқты Әл-Китаб деген орталық бар. Сол орталықты маған берген. Имамдар институтында дәріс берем. Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте дәріс берем, Нұр-Мүбаракта дәріс берем. Бірақ Құран жаттату бастаған кезінде Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте дәрісімді тоқтаттым. Дәл сол сияқты Әл-Китаб деген орталықты тапсырдым. Сіз Нұр-Мүбаракта тек Құраннан емес, басқа ілімдерден бердіңіз, иә? Мысалға фиқ қандай фиқтан, ақидадан деген сияқты дәрістерден сақ бердім. Былай негізі өзіңіздің салаңыз сол Құраннан дәріс бересіз, иә? Ұстаз осы Нұр-Мүбаракқа келгеннен кейін осындай бір жылда 100 қари шығару деген идеяны қайдан алдыңыз?
Қай уақытта келді ол идея? Жалпы бір шәкірттеріміздің үйінде қонақта болдық, қонаққа шақырды. Қонаққа анамды да алып бардым, анамды да танитын адам. Сосын қонаққа барған соң енді уағыз айтып беріңіз дейді. Кішігірім мен Құран жайында, артықшылық жайында уағыздарды айтқан болатынбыз. Соның ішінде хайрукум мен таалламал Құр'ана ва алламаху. Сендердің жақсыларың Құранды үйреніп, оны үйреткендерің. Кімнің жақсы? Үмметтің ең жақсысы деген сөз болды. Осы менің жалпы осындай сөздер айтылды. Содан кейін кімде-кім Құран кәрімді толыққанды жаттайтын болса, қиямет күнінде ата-анасына нұрдан болған тәж кигізеді деген сөздер айтылды. Жалпы сол қонақтан қайттым үйге. Үйге келсем, анам жылап жатыр. Айтады маған: балам, сен мен қари қылдым, оқыттым, соңына шейін тұрдым, қолдау көрсеттім, енді сен мен қари қыласың дейді. Ол кісі анам 58-де, ол кезде Құран жаттаймын мен деді. Сонымен жарайды анам, сізге сақ үйретпегенде кімге үйретемін мен? Неге ондай тоқтамға келдіңіз? Неге олай шешім қабылдадыңыз десем, жаңылды сен айтқан уағызың маған қатты әсер етті. Ата-анаңа қиямет күнінде нұрдан болған тәж кигізесің деген. Менің анам өзі айтып отыр, менің анам 9 жасында қайтыс болды. Жақсылық жасай алмадым. Оған тіпті оның мейіріміне де қанған жоқпын деген сияқты да. Дәл сол сияқты әкем 19 жасында өмірден өтті. Сол себепті оған да көптеген жақсылықтар жасай алмадым. Әлі мүмкіндік бар екен ғой, жақсылық жасаудың есігі ашық екен ғой, сен маған Құран жаттатасың деді. Сөйтіп өз міндетіме алдым, содан бастап жаттатып келемін. Жаттатқан кезде мен қолымнан келмей қалса Мысырға жібердім, қасына інімді қосып деген сияқты да. Түркияға, Мысырда 1 жыл, Түркияда 6 ай Құран жаттау орталықтарында көрсін деп. Содан бері жаттатып келедім. Өзім қазіргі таңда 5 пара Құран жаттады. 100 рет хатын менімен бірге жазады. Оқып береді күніге. Осылайша жалпы жаттау жолында. Бірақ өткен жылы әртүрлі нәрселер себеп болады ғой, жалпы 100 қари деген, 100 жалпы қарилықты бастаудан бұрын осындай себептер болды. Мен бірақ жаттата алмайтын, тәжірибем жетпей жатыр. Анама дәріс беріп келетін, 4-5 жылдан бері әлі қари жасай алмай жатын деген, жаттайды ұмытып қалады деген сияқты. Сол жаттату тәсілі, қай жерде жаттату тәсілін күшейтетін жолдар бар, барлығын іздеймін. Немістердің қараймын, орыстардың қараймын, европалық жалпы мұғалімдердің деген сияқты, басқа университеттердің, Гарвард, Оксфорд деген сияқты университеттердегі үлкен ғұламалардың да айтқан сөздерін көп қараймын, қайтып жаттатуға болады деген нәрсе мені көп мазалайтын. Жалпы өзіміздің ғұламалардан да көп көрім. Құран кәрімді ең бірінші мынандай нәрсе, Құранда Алла Тағала Қамар деген сүреде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим ва лақад яссарнал Құр'ана лиззикри фахал мин муддакир. Біз Құран кәрімді жеңілдеттік дегенде, Құран кәрімді жеңілдеттік дегенде Нәсафи тәфсірі оны бір мағынамен айтып тұр, жаттауды жеңілдеттік деген сөз айтады. Фахруддин Ар-Рази Мафатихул ғайб деген кітабында 6 түрлі мәселе айтады. 6 түрлі мәселе жеңілдетілген деген 6 түрлі мағына береді. Соның екінші мағынасында Құранды жаттауды жеңілдеттік деген сөз айтады. Жаттау оңай деген. Неге біз жаттай алмаймыз деген нәрселер көп мазалайтын. Өткен жылы жалпы университетімізде Құран кәрім сабағынан емтиханнан өте алмай қалғандарды жазда оқытады, білесіз. Сол жазда уақытта қалды бірнеше шәкірттер көп. Енді біреу неше түрлі себептермен ол емтихан тапсыра алмаған. Соларды жаттату маған жалпы тапсырылды. Мен жаттатып бастадым. Қайтып жаттатамыз. Кейбіреулер шынымен жаттай алмайды, кейбіреулер әріп танымайды деген сияқты да. Танымағандық себептен жаттай алмаған деген сияқты да. Содан мен айттым, 7 күн жұмыс жасаңыздар. Бір қатардан жаттасаңдар да, немесе 2 жолдан жаттасаң, бір аптада бір бет жаттайсың. Жалпы университетіміздегі бағдарлама бойынша бір аптада бір бет жаттатады. Тапсырма сол. Бірақ шәкірттеріміздің кейбіреуі оны жаттай алмайды. Негізі менде де ондай нәрсе болады.
өзім студент кезімде мысалға сабақ болатын болса, бір күн бұрын ғана дайындаласың. Ертең сабақ болады десе, қатал мұғалім болса, бір күн бұрын дайындаласың. Қатал емес мұғалім болса, сол күні дайындалып жатасың да, сол дәріс болатын күні. Сосын олай жасау болмайтындығын білеміз. Күнделікті жасаңыз, екі жолдан жаттасаңыз да жаттап тастайсыз деген сияқты. Содан солай бастадық басында. Кейін оның нәтижесі 1 ай, 1,5 ай дегенде көрініп бастады. Кейін менің шәкірттерім ішінде мықты оқыған шәкірттерім де сол жаңағыдай көріп, Құран жаттап отқандарын көріп, жазғы семестрге қалып қойған шәкірттерді көріп, мен де жаттасам болады екен, жазды бос өткізбейін деген шәкірттер көбейіп бастады. Сол кезде ой туды. Мен жалпы айттым ғой жаңағыдай, басқа да дәрістерден берсем, көбінесе мен фихта әсіресе зекет және қажылық бөлімдерінен дәріс береміз. Математикалық сұрақтарды көп беремін. Неше түрлі математикалық сұрақтарды берген кезінде мен айтатын шәкірттеріме, сен жаттасаң 6 айда жаттау мүмкіндігің бар. Сен жаттасаң бір 7-8 айда Құран толық жаттау мүмкіндігің бар. Өйткені мен бір сұрақ берсек, бос бермейміз. Ананың жаттау қабілетін сынау мақсатында. Жаттауға барсаң дұрысырақ болады деп айтатын. Бірақ ол кезде мен қайырлықтан дәріс бермеймін. Сол шәкірттеріміз келді. Сол шәкірттерімізге айттым, 6 айда жаттауға мүмкіндігің бар деген шәкіртім келді. 3 айда жаттаған кезінде олардың барлығы негізі кейін сұрастырсақ, жалпы мектептерін 6 медалмен бітірген де. Өте жақсы оқыған. Мектепте жақсы оқу Құран жаттауға қатты әсерін етеді. Сөйтіп, ол деген 3 айда Құран жаттап шықты. Жалпы мұндай нәрсені бізге бұрын 2009-2011 жылдар аралығында доктор Жүнде деген танымал осы Нұрбек университетімізде дәріс берген ұстазымыз бір, сол айтатын шәкірт бәріміз отырсақ, Алланың атымен ант етейін, мынау біз Алматыдағы осы жаттап жатқан шәкірттерім сияқты жаттау қабілеті мықты шәкірттерді мен тіпті Египетте де басқа араб елдерінде де ондай жаттау қабілеті мықты адамдарды көрген жоқпын. Кім бұны жаттатса, кім қолға алса, бұлар мықты жаттайды деп көп айтатын маған. Бәрімізге көп айтатын, мен сол нәрсе қалайша басқалардың ерекшелігі деген нәрсе көп болатын. Сөйтіп, доктор Жүнде деген ұстазымыз айтты. Кейін мен жаңағыдай содан бастадым. Шынымен жаттаймын. Үйдегі анама Құран жаттатадым ғой, анамнан сұрандым. Сіз маған 1 жыл уақыт берсеңіз, 1 жыл сізбен дәріс тоқтата тұрайық. Енді мына жақтағы шәкірттеріме көбірек мән берем. Сол жерде жаттатайын, содан тәжірибе жинап, сізге арай жалғастыратын боламыз дедім. Сөйтіп, осы шәкірттерге 1 жыл уақытымды бердім, таңертеңнен кешке дейінгі аралықта. Осылайша бастап кеттік. Мысалы, қалай іріктеп аласыз оны? Өзіңізде бір шарттар бар ма, мысалы? Осындай болу керек деген секілді. Немесе былай келе беремін. Жалпы негізі мен басында іріктеместен бәрін қабылдадым, бірақ шарт талап қойдым. Күнделікті жаттауды. Күндіге. Мен үшін бір бет жаттамасаң, бір қатар жаттасаң да үзбей жатта. Күндіге 2 сағат, 3 сағат. Және дәл сол сияқты мені бұрыннан мазалайтын нәрсе, адам неге медресеге барған кезде, өзімізде де болды, жаттадың, келдің, университетке келдің, естедің, оқымай кеттің. Тіпті мен Құранды біреу ұрыстырып қойғанда 1 жылға жуық Құран оқымай кеттім деген сияқты да. Тіпті маған күнде оқысай, неге оқымай жатсың, неге тапсырмайсың деген нәрсеге үйреніп қалған болсам керек енді. Осындай университетте жүріп, жұмыс жасап жүріп, Құран жаттауға болатындығын жалпы негізі мен дәлелдегім келген. Адам өмірінде жалпы әрбір мұсылман бір күнде өзінің 2 сағат, 3 сағатын Құранға жұлып беру керек деп есептеймін. Солайша күнделікті жаттаса, жаттайды. Бірақ үзбеу керек. Қашан үзесің? Мен жалпы бұлай біз енді математикалық есеппен есептесек, бір адам бір күнде 1 аят жаттауға қинала ма? 1 аят жаттауға қиналмайды ғой, дұрыс па? Күндегі үзбей жаттаса, 1 жылда Бақара сүресін жаттап тастаған. Али Имран сүресінен тағы 100 аятты қосып жаттаған да 1 жылда. 100 аятты қосып жаттау мүмкіндігі болады. Соны бірақ біз жасамаймыз ғой. Мен айтам, сіздер жалқау емессіздер. Шәкірттер. Біз жалқау емеспіз. Емтихан кезінде қандай адам боламыз деген сияқты. Жалқау бір күн қалады. Бірақ біздің проблемамыз тұрақсыз біз. Бір күн күшті жаттайсың, күшті оқисың. Қалған күн оқымай кетесің. Біздің өмірімізде тұрақтылық болса, қалған бәрі өзімен келеді. Сол шәкірттеріме бірінші қоятын талабым менің тұрақты болуым.
Енді жалпы негізі қабылдау шарттары кейін көбейді. Мен сентябрь айына келген кезімде 100-ден аса 70-тен аса шәкіртім бар. Уақытым үлгере алмай жатырмын. Біз Нұр-Мурак университетінде сабақ беремін. 70 ол жерде шәкіртім бар. Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінде дәріс беруді қалдырдым. Имамдар институтында дәріс беремін. Тағы 1-2 жұмыстарым бар. 70-тен асырмаймын деген талапты қойғам. Бірақ шәкірттер күнде келеді. 100-ге жуық адам келеді. Сізге Құран тапсырсам деп мен қабылдамаймын. Қайтарып жіберемін. Өйткені менде орын жоқ. 70 адамды күнде тыңдасам да, барлығы күнде келеді. Содан жүргізіп бастадық. Күнде қайтарып жіберемін, бірақ маған да жүрегім ауырады. Шәкіртті несіне біреу Құран жаттаймын деген ықыласпен келген адам қалайша сен қайтарып жібересің? Басқа сөздерде де көп жалпы. Содан айттым, тағы 30 адам толтыру мүмкіндігі бар. 100-ге дейін жасауға болады. Талап қойдым, егер 27-ші параны басқа бір ұстаздарға тапсырып кетсең, немесе қари шәкірттердің біреуіне 27-ші параны тапсырсаң, онда мен сені қабылдаймын. 20 күннің ішінде. 20 күн уақыт бердім. 20 күнге жетпей, ол орын толды. 100-ге толды. Тіпті кейбір шәкірттерім күнде қайтарам. 3 айда жаттаған басқа да шәкірттеріміз болды, көп шәкірт. Бір күн қайта жүремін, ұстаз мен 2-ші күн келеді, ұстаз жаттайыншы деп, 3-ші күн келеді. 3-ші күн кейін кезде хотя бы мен жаттау қабілетіміз бір сынап көрсеңші деп отыр да. Содан кейін жарайды деп сол 20 күн берген себебім сол болған. Дәл сол сияқты басқа университеттерден де келеді. Асфендияров деген университетте 4-ші курс студент келіп, мені қабылдаңызшы дейді, мен қабылдамаймын. Осылайша 16-17 күн бойы келген, қабылдамам күндіге. Сосын қабылданғаннан кейін айтып беріп отыр ол кісі маған. Мен дейді, сіз мені қабылдау үшін күнде келеді. Бір түрлі киімде келем дейді. Қабылдаңызшы деп. Киімдерімді жақсылап тұрып жуып қоямын, ертесін тағы соны киіп барамын. Ұстаз ұмытып қалмасын. Кеше келгенмін деген сияқты да. Орын болса сені қабылдаймын деген ғой. Ұстаз ұмытып қалмасын деп бір түрлі киімде келеді. Солайша осылай тапсырма бердік, 27-ші параны жаттады. Мен жалпы негізі мына сөзді бастауда 27-ші парадан не үшін бастайсың деген сөз болады. Басқа паралардан бастауға болады. Мен жалпы кім Құраннан жарты пара жаттаған болса, мен 27-ші параны жаттадым. 27-ші пара. Неге? Құран кәрімдегі ең қысқа аяттар осы 27-ші парада. Кім 27-ші параны жаттайды? Неше түрлі махраждар айтылады да ол жерде. Сол себепті ол жаттайды, қалған паралар оңай болады. Енді ұстаз жаңа сіз айттыңыз ғой, таңнан кешке дейін деген секілді. Сол Құран жаттау методикаңызды айтып берсеңіз, бір күндік. Мысалы, таңда келесіз, қай уақыттарда бастайсыз? Мысалы, өйткені сіздің тек бұдан басқа сабақтардан бересіз, мысалы, Нұр-Муракта өзіңіздің сабақтарыңыз бар, жаңа айтқаныңыз сияқты. Соның барлығына қалай қоясыз, бөлесіз уақытты? Жалпы мен негізі уақытымды 5:30 немесе 6-дан бастап 8-ге шейін. Өйткені дәріс университетте, Нұр-Мурак университетінде 8-де басталады. 8-ге шейін қабылдаймын. Құран қабылдайсыз, иә? Таңғы уақытта, кешқұрым уақытта мен 5 пен 10-ның арасында, 5 пен 11-ның арасында қабылдаймын. Кешқұрым 5-тен бастаймын 11-ге дейін. Сол аралықта университеттің дәрістері өтеді. Сол аралықта имамдар институтының дәрісі өтеді. Сол аралықта басқа да жұмыстарым өтеді. Тіпті сол аралықта кейбір демалыс боламыз. Сол уақытта. Яғни бір күндік неңіз солай, Бір күндік нем солай. Сонда барлығы үлгере ме сіз тапсырып? Барлығы тапсырып үлгереді. Сіз көп, мысалы, 100 адамнан қабылдау деген. Үздіксіз қабылдаған кезде үлгереді. Үлгереді, енді мынандай нәрсе ғой, сіз біз байқаймыз, біз Нұр-Мурак университетінде жүреміз, бірақ қарасақ бір арнайы бір аудитория жоқ қойылған, мысалы, Құран жаттауға. Сыртта барлығы, біреу талдың төбінде жаттап жатады, біреу скамейкеде жаттап жатады деген секілді. Мысалы, кез келген адам Құран жаттай ала ма деген сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Яғни кейбіреулер уақыт сылтау болады, мысалы, менде уақыт жоқ деген секілді, менде немесе жайлы орын жоқ, мекен жоқ деген секілді. Сондай адамдарға қалай айтасыз? Жалпы негізі Құранға деген махаббатқа байланысты бұл. Құранға махаббат мықты болса, орында таңдамайсың, уақытта таңдамайсың деген сияқты да. Ал енді Құранға махаббат қалай келеді десе, мен жалпы негізі салыстырмалы түрде айтайын, 2 түрлі жолмен келеді. Бірден кейде сен Құран жайында білесің, естігесің. Бірден сенде махаббат бар да, Құран оқуға оқи бересің. Жалпы өмірде де
мысалға сіз бір адамды жақсы көретін болсаң қалай жақсы көресің? Кейде бір көріп жақсы көресің. Немесе кейде көп араласа беріп, жақсы адамның жақсы қасиеттерін көріп өп, сөйтіп жақсы көріп бастайсың да. Тіпті кейде айтамын мен, жатақхана деп айтамыз, общага деп айтамыз. Жатақханада тұрған кезіңде бір бөлмеде тұрасың, 4-6 адам тұрасың ғой. Ішінде біреу бар, ұнамайды саған да. Мысалға да. Қатты ұнамайды. Басына келген кезде үйрене салмайсың, өйткені ол біреу 18 жыл бойы басқа бір жақта өмір сүрді, басқа бір тәрбие көрді. Екінші бір адам 18 жыл бойы не істеді? Тәрбие көрді. Сөйтіп бір жатақханаға келесің, келсең саған ұнамайды, бір қылықтары ұнамайды, бірақ 4 жыл бірге тұрсаң, 4 жылдан кейін сенің ең жақын туысқаннан да жақын болып кеткен болуы мүмкін да ол. Неге? Басында сен ұнамағанмен, бірақ оның жақсы қасиеттерін көрдің, жақсы араласа бердің. Қарасаң бір күні ол сенің қатты бір жақын адамға айналып қалды да. Дәл сол сияқты Құранға да махаббат осы жолмен де келуі мүмкін. Кейде сен күнде оқи бересің азыздан. Оқыған кезінде әртүрлі хадистерді, аяттарды, Құран артықшылығы жайында көп оқып арқылы оқи берсең, азыздан бірақ 1 сағат, 2 сағаттан бір күн білмейсің, сен Құранға деген махаббат сондай болады. Болды, сен қайда жүрсең де оқи беретін боласың да. Ешқандай сылтау айтпайсың дейсіз ғой. Сылтау айтпайсың, сен қатты жақсы көресің. Бір адамды қатты жақсы көрсе, сөйлесе бергісі келеді ғой. Кейде біз енді жастар жайында айтатын болсақ, мысалы мен көбінесе махаббатың бар ма жоқ па десе, мынандай сұрақ беріп қой деп айтамын да. Құранға махаббатың бар ма жоқ па десе, өзіңе сұрақ беріп көр. Мен біреуді жақсы көрсем, махаббатын жақсы көресің. Ауырған кезде ол жақсы көретін адаммен сөйлеспейсің ба? Сөйлесесің. Сапарда жүрсең, сөйлесесің. Қайда жүрсең, әйтеуір сөйлесе бергің келеді. Уақыт тапсаң болды, сөйлесе бергің келеді. Дәл сол сияқты Құранда да кейде мен жақсы көремін, махаббатым бар деп айтамыз. Ауырсақ оқымаймыз. Сапарға шықсақ оқымаймыз, ана жаққа барсақ оқымаймыз. Немесе тіпті осындай оқу орталықтарында оқимыз да, өзіміздің үйімізге кеткен кезде оқымай кетеміз. Өзімнің басымнан өтті ондай нәрсе. Мен жалпы барлығын айтпаймын, жалпы өзімізде де болды. Нұрбай университет бітеді, 25 май келеді, мысалға. Кітаптарымыздың бәрін бір сумкаға жинаймыз, күштілеп жазда оқимын дейміз, салып аламыз, күштілеп оқимын деп кетесің. Үйіңе кетесің, 3 ай бойы ашпайсың ғой. Қашан есіңе түседі Нұрбайда оқитының? Қатты бір ақылды болсаң, 20 августта есіңе түсуі мүмкін, билет алу керек еді ғой деген нәрсе болуы мүмкін да. Университетке 2-3 ай уақытың кетіп қалды деген, тіпті Құран ештеңе ашпағансың да. Кедір кезде күшті ниетпен кеткесін оқимын деп, бірақ үйдегі жұмыстар, неше түрлі жағдайлар сені ұмыттырған да. Сол үшін шәкірттерімізге айтамыз. Мына жерде медреседе, университетте оқыған кезіңде айналаңда бәрі Құран оқып жатыр, саған оқу оңай. Ең қатты нәпсімен күрес үйде басталады, үйде. Таң намаздан кейін тұрдың 1 сағат оқып қойдың, ешкім сені ештеңе демейді, еш уақыт алмайды деген сияқты да. Сосы жалпы уақыт жоқ деп айтатындарға мен айтатыным, өмірінде жалпы жүйе жоқ. Кімнің өмірінде жалпы бір адамда бір күнде 24 сағат уақыт болса, соны жүйелеуді үйрену керек та. Жүйелеген кезде уақыт міндетті түрде табылады. Кейде мен шәкірттерімнен сұрайды, осы барысында, Құран жаттау барысында көңіл күй болу үшін жақсы ұйқың қанған болу керек деген сияқты. Ұйқы жайында да бір кішкене айтып кетейік. Мен үшін бір адам 10 сағат ұйықтаса, ол жалқау ма десе, жалқау емес деп айтатын едім де. 12 сағат ұйықтаса да, жалқау ма десе, мен үшін ол жалқау деп айтпаймын. Қалған 12 сағаты қатты маңызды, ол қалған 12 сағатында дүниесі үшін және ақыреті үшін қаншалықты пайдалы іс істеді. Сол қатты маңызды. Бір адам 4 сағат, 5 сағат ұйықтайды, қалған ояу жүрген 18-19 сағат болуы мүмкін. Дүниесі үшін пайда жоқ, ақырет үшін пайда жоқ деген сияқты да. Ол мен сол жалқау деп айтатын едім соны. Жалпы дәл сол сияқты мен не үшін 10 сағат дейтін болса, 10 сағат бекерден бекер адам ұйықтамайды. Бір адам 8 сағаттан көп ұйықтауды денесі талап етіп жатқан болса, онда ол дәрігерге бару керек деп айтатын. Ол ауру деген сөз де ол. Табиғи адам негізі 8 сағат ұйқы жеткілікті. Ал енді қашан одан азаяды деген кезінде, сен ұйқыдан оянған кезіндегі ісің қатты маңызды. Ұйқыдан оянған кезіндегі ісің
қаншалықты бағалы, сен оны қаншалықты бағалайсың, соған байланысты. Мысал деп айтайын, мен ұйықтап жатқан кезімде мен білем, ертең тұрсам бір күнде 100 мың теңге ақша табам. Обычный күндерде мысалы 10 мың 20 мың теңге тапсам, бірақ ертең тұрсам 100 мың теңге табам деген кезде мен қалай ұйықтаймын? Жаттым, тіпті маған будильник те керек емес шығар. Ондай нәрсе мен өзімде де болды. Будильник қоясың, бірақ будильниктен бірінші тұрасың да, сен 2 сағат бұрын тұруың мүмкін, 1 сағат бұрын тұруың мүмкін. Өйткені ертеңгі күн қатты маңызды да. Дәл сол сияқты әрбір адам өзінің ертеңгі істейтін істерін бағасын білген кезде ол ұйқы өзі автоматты түрде азайып кетеді. Көп ақша табатындар не үшін аз ұйықтап қалады десе, өйткені күнде ертең ақшаның ләззаты бар да. Ертең тұрған кезімде осынша ақша табам деген нәрсе көп. Тіпті жалпы негізі бұл өзі ұйықтауда өзі айтайын 16-17 жаспен 30-35 жастан аралығында шығар, одан кейін уже адам өзі ұйықтаймын десе де ұйықтай алмауы мүмкін да өзі. Сол аралықтағы айтатын нәрсем, сол аралықтағы жас аралығындағы адамдар осы нәрсені түсіну керек. Сіздің әрбір өтіп жатқан уақытыңыз өте қатты бағалы. Оны бағалы, сол себепті ол бағалы затты өте бағалы нәрсемен өткізіңіз. Қараңыз, дүниеңіз үшін немесе ақыретіңіз үшін пайдалы ма, пайдалы емес пе деген сияқты да. Сондай. Дәл сол сияқты уақытты жүйелеу барысында регламент деген нәрсе болады, құлаққа, ауызға деген сияқты да. Бір досың келді, сөйлестің. Болады ғой енді есептеп қарап көр. Бір күн бойы сөйлесуі мүмкін да. Ол негізі ол дұрыс емес. Ілім алушы адам үшін, мысалы бір адам, әрбір адамның өзінің шекарасы болады. Сен жақын досың болса, мысалы айтып қой, мен 10 минут сөйлеймін, 10 минут тыңдаймын деген сияқты. Кейде сөйлей бересің, ол тыңдай береді. Демесем, кейбір адам тыңдай бергіш болады да, сөйлемеуі мүмкін да. Осылайша көп уақыт кетуі мүмкін. Әр нәрсенің өзінің шекарасы. Осы айтып отқан сөзіміз біздің қаншалықты біздің дүниеміз үшін немесе ақыретіміз үшін пайдалы деген нәрсе әрдайым болу керек та. Тіпті соған да мән беру керек дейсіз ғой. Иә. Кім мен нешемін. Мысалы осы ғана Абдул Фаттах Буғудда рахималлахның кітабында бар ғой, қиматы заман айындағы уляма деген. Мысалы өзінің бір оқиғасын келтіреді ғой. Мен мысалы ілім алам, бірақ мен басқа өзімнің туыстарыммен сөйлесуім керек. Сол кезде мен қалай бөлем оған деген секілді. Сол кезде мен өзімнің бос уақытымда мысалы ілім алам, оны кітап қылып жазам. Сосын менің туыстарым келіп онымен сөйлесетін кезде мен уже кітапты түптеп отырамын дейді да. Мен оны тастап қоя алмаймын ғой дейді, онымен сөйлесу керек. Бірақ сөйлесіп отырсам да мен уақытымды жүйелі пайдалану үшін кітабымды сол уақыт түптеуді сол уақытқа қоямын. Әрине. Алып сол сияқты. Енді ұстаз, жаңа сіздің мына жүйеңіз бар ғой, 1 жылда 100 қари деген секілді. Алаң қалумен 1 жыл өтті ұстаз, иә, бұл нәрсе. Енді 1 жыл бойы ұстаз таңнан бастап кешке дейін осы нәрсені 1 жыл бойы ұстап тұру үшін сізге қандай бір не болды? Не нәрсе жігерлендірді сізді? Осы нәрседе тұруыңыз үшін ұстаз. Ахмад ибн Хамбалдың екі бір қиссасын айтып берейін, мен негізі көп әсер еткен. Ахмад ибн Хамбал. Жалпы мен кішкентай кезімізде, жалпы шәкірт кезімізде көп айтылады. Сен студентсің, сен үшін ең нәрсе тамақ деген нәрсе бар. Тамақ қатты бағалы. Ұстаздарымыз айтатында Ахмад ибн Хамбал қатты Құранға, жалпы ілімге қатты кірісіп кеткен. Ашып отырып оқи береді, тіпті тамақ уақыттарын ұмытып кететін дейді да. Анасы келіп, балам кешкі тамағын, кешкі асын ішіп алсайшы деп 1 рет келеді, 2 рет келеді, 3 рет келеді. Қазір анашым деп отыра береді. Сосын анасы алып келіп тамақты аузына салып қояды екен да. Ол кісі қалайша жеп қойғандығын білмей қалады да. Тамақты жеп қояды. Сосын біраз уақыт өткеннен соң, анашым тамақ ішпейміз бе деп айтады екен да. Балам, сен қазір ғана тамақ ішіп қойдың ғой деп айтады да. Тіпті соншама қатты бұл ілімге қатты кірісіп кеткендіктен тамақ ішіп қойғандығын да білмей қалды да. Мен сол нәрсені сол кезде естіген кезімде шынымды айтайын, өзім сіңіре алмадым. Қатты қалай деген нәрсе қатты мазалады. Бірақ ол нәрсенің кейін смартфондар шығып, смартфондағы неше түрлі программалар шыққан кезімізде өзімізде де болды. Тамақ ішіп отырсын, телефонын қарап отырсын, қалай тамақ ішіп қойғанын білмейсің деген сияқты да. Тамақ ішіп отырсын, 1 сағат қалай өтіп кеткенін білмей қаласың деген сияқты да. Сол нәрселер қатты бізге сіңіре алмаған болатынбыз. Бірақ кейіннен адам шынымен ілімге қатты кіріскен кезде бәрін ұмытады деген сөз да.
дәл сол сияқты Ахмад ибн Хамбал қатты мехна жағдай деп айтады, сынақ қатты сыналған Құранды мақлұқ деп айт деген мәселесі қисал жалпы әйгілі танымалы. Сол нәрсе сізге қандай нәрсе жігерлендірді деген кезде ол кісі Әбул Хайсам деген кісіні айтады да. Әбул Хайсам деген кісі рахималлаху Әбул Хайсам деп көп айтады екен да. Не нәрсе жігерлендірсе, ол жалпы негізі зынданға тастаған кезінде сол кісімен Әбул Хайсаммен бірге отырады. Сонда Ахмад ибн Хамбалға айтқан сөзі, мынандай сөзі бар екен да. Мен білесің осы уақытқа шейін қанша дүре жегенімді дейді. 18.000 дүреледі мен дейді. Бір емес, 100 емес, 200 емес, 18.000 рет. Не үшін? Мен шарап ішіп қоям, арақ ішем. Ас бола мені ұстап алады. Дүресін соғады жібереді. Дүреленген кезінде болды істемейін деп кетем. Арадан біраз уақыт өтеді. Нәпсім қатты қалайды. Тағы да аламын да ішіп қоям. Осылайша нәпсімнің, шайтанның айтуы арқылы 18.000 рет дүрелендім дейді. Нәпсім бұйырып жатыр, істеп атын. Сен дейді, хақ жолында жүрген сен емессің бе? Сен саған беріп жатқан дүрелерің қазір 1000-ға жетті ме деген немесем, салыстырмалы түрде ештеңе емес қой. Ақиқат жолында қанша дүре жесең, ол тұрарлықтай деген сөзді айтады да, осы сөзден қатты әсерлендім деген сөзді айтады. Жалпы негізі осы нәрселер маған қатты әсер етті. Неге десеңіз, мен егер де осы Құран дәрістерін бермесем, сол уақытты басқа жерде де өткізетін едім. Біреу аз-маз ақша төлесе, сол үшін жұмыс жасау мүмкін еді деген сияқты да. Бір мұғалім мысалы қанша ақша табады десеңіз, $1000 ақша табады десеңіз, $1,000,000 қашан табады? 100 жыл тоқтаусыз жұмыс жасаған кезде $1,000,000 ақша табу мүмкін да. 100 жыл тоқтаусыз және ешбір жерге жұмсамастан тұрып жинаса $1,000,000 ақша табу мүмкін да. Ал бизнесте жүрсең, оны сен бірнеше жылда немесе бірнеше уақытта, аз уақыттың ішінде табу мүмкіндігің бар деген сияқты нәрселер болатын да. Немесе жалпы Роберт Кийосакидің кітабы сияқты кітаптарды оқыған кезде ондай нәрселер әсер етуі мүмкін деген сияқты да. Бірақ сол үшін біз жалпы дүниен біз ондай ақыреттік істеріміз бұндай алдамшы, аз-маз дүниелермен алданып қалмауымыз керек деген жалпы түсіндік. Дәл сол сияқты біздің ұстаздарымыз бізге көп айтатын мынандай нәрсе бар. Ұстазымыз жалпы негізі Ташкентте оқыған болатын. Сол жерде оқыған кезінде 92 жаста ұстазымыз бар дейді. 92 жаста Құраннан басқа сабақтардан да береді. Сол кезде ауырып больницаға түскен, больницада аяғын кескен. Сөйтіп ең бірінші есін жинаған кезінде балам деп баласын шақырғанда, қайдасың? Осында. Балам менің аяғымды кесті ме, әлде басымды кесті ме деп сұраған ғой. Әкем алжып қалды ма, 92 жасқа келді. Наркоз қатты әсер еткен шығар, операция қатты әсер еткен шығар, аяғын кескен. Алжып қалды ғой деп ойлап қалдым дейді. 92 жасында есін жинаған кездегі бірінші сұратқан сөз, балам менің аяғымды кесті ме, басымды кесті ме деп отыр дейді. Сонда әке, сіздің аяғыңыз кесті ғой деп айттым дейді. Онда шәкірттерім қайда деп ұрысып жатыр дейді. Баласын ұрысып жатыр. Шәкірттерім қайда, неге маған келмей жатыр деп жатыр дейді. Сондай нәрселерді біз көп естік, өмірде көрдік. Сол нәрсе қатты адамға әсер етеді екен да. Тіпті ауруханада жатса да шәкірттерім қайда деп жатыр. Біз оның қанша пайызын істей алдық деген сияқты да. Сондай нәрсе, одан да басқа нәрселер бар жалпы. Қатты жаның ауырған кезде, жалпы негізі әлемге тіпті әйгілі бір шейх бар, білесіз, Мұхаммад Садық Мұхаммад Юсуф деген ұстаздарымыз көп айтады ғой ондай нәрселерді. Өзбекстан муфтиі. Бұрынғы жалпы негізі Орта Азия және Қазақстанның муфтиі болған деген сияқты өте көп, 150-ден аса кітабы шыққан. Сол кісінің әкесі ауырып больницаға, ол да ауруханаға түскен кезінде айтады екен да, намаз көп оқи берген, сол себеп аяғына қатты әсер еткен, ауырлық түскен. Сосын балдарына келіп айтқанда, ана әкеңіз баласы егерде аяғын
сәл жеңілдік жасамаса, намаз оқи берсе, аяғын кесіп тастау керек. Шыдамай жатыр деген ғой. Әкеңіз айтсаңыз, намазын азайтса деген да. Сонда сол Мұхаммад Садық Мұхаммадовичтің әкесі ғой ол. Бұндай аяқ менің құлшылықтарыма шыдамаса, оны жаным шығып кетсін, проблема жоқ деген да. Менің құлшылығыма шыдамаса деген сияқты сөздерді айтқан. Қатты шынымен құлшылыққа берілген кісілер ғой жалпы. Сондай нәрселер сен ілім жолында келатқан кезіңде осы нәрселерге қатты қарайтынбыз да. Қатты ауырасың, басқа болады. Сол кезде де қатты тұрып, өйткені мен бір күн жоқ болуым сабақтан қанша жүздеген шәкірттің сабақ тоқтауы деген сөз да. Сондай нәрселерге қатты мән бердік. Енді осы шәкірттеріңіздің арасында сіз ең жылдам жаттаған шәкіртіңіздің бір несін айтып берсеңіз, хикаясын қалай болды? Қай уақытта жаттады? Жалпы негізі ең тез жаттағандар 3 айдың ішінде жаттап шықты. Бұлардың көбісі, енді жалпы негізі болашақта кім біздің Қазақстанның жан-жақ жерлерінде Құран жаттатқысы келетін ата-аналар бар ғой. Олардың барлығы түгел мектепте өте қатты жоғары деңгейде оқыған. Ең бірінші бітіргендер, Ең бірінші бітіргендер. Қатты мектепте оқыған. Мен оларды сабаққа кірген кезде сабақта білемін мықты екендігін. Дәріс берген кезде, сұрақ қойған кезінде сұраққа жауап беру барысында, неше түрлі есептерді берген кезде есептерді шығару барысында сен сынағанбыз ғой. Сол шәкірттеріміз 3 ай, 3,5 айдың көлемінде жаттап шықты. Бірінші бір бет жаттайды, 2 бет, 3 бет. Осылайша шынымен таң қалдым мен. Осындай біздің жастарымыздың ішінде 20 бет, тіпті кейбіреулер бар, 30 бетке дейін жаттағандар бар. Бір күнде 30 бетке дейін жаттаған. Бір отырған кезде тоқтау, енді бұл бір рет қана болған болса, қалған 10 беттен асырып күндіге тапсыратын шәкірттер көп та. 10 бет деген 2 күнде бір пара деген сөз ғой. Айтқан кезде сондай дәрежеде тоқтаусыз. Ұстаз енді жалпы ұстаз бен шәкірттің арасында бір байланыс бар деп жатады ғой. Мысалы, сіз әр шәкіртке, яғни оған қажетті болған нәрсені, қажетті болған насихатты айтуыңыз қайдан пайда болды осындай нәрселер? Мен айттым, жалпы 2013 жылдан бері мен имамдарға дәріс беріп келемін. Жалпы негізі сол уақыттан біз анализ көп жасаймыз, адамдар көп сөйлесеміз. Кім не айтты, не ойлайды деген сияқты. Кейбірде шәкірттер болады, жалпы адамдар болады. Аузымен бір нәрсе сөйлеп отыр, бірақ миында басқа нәрсе ойлап отыр деген сияқты да. Сенен сұранып тұр, бірақ ол басқа бір оның проблемасы болып тұр деген сияқты да. Соларға көп қарайсың. Жалпы ұстаз өзінің шәкіртін жақсы таныған кезде олдан тез қарай шығару мүмкіндігі болады. Сондай. Мысалы, сабақ беру барысында және көп шәкірт тәрбиелеуден сондай бір не аласыз да, сонда сіз жаңағыдай білесіз ары қарай ол шәкіртке қалай насихат жасау керек деген секілді. Тәжірибе арқылы келеді дейсіз ғой? Тәжірибе арқылы келеді. Көп шәкірттерді неше түрлі сұрақтар бересің, сұрай бересің. Сен шәкіртіңді танисың. Дәл сол сияқты мен шәкірттеріме әрдайым айтамын. Бірінші келген кезінде көңіл күй қатты маңызды. Сен өйткені бір жерге мен уағыз насихатқа барсам, бір жерде бәрі көңіл күйі жоқ. Бір сондай орта, бірақ ондай жаназа емес, басқа емес, жай ортада. Сонда айттым. Ер адамдар бәрі. Сіздердің үйде жеңшелер тамақ пісіре ма? Иә, пісіреді. Тамақ пісірген кезде бір түрлі рецепт мына жақта, бір түрлі ет, бір түрлі сұйық-май деген сияқты. Мына жақта дәл сондай. Бір күнде настроениясы көңіл күйі өте жоғары деңгейде пісірген. Біреуінде көңіл күйі жоқ пісірген. Екеуі піскен кезде бірдей бола ма? Жоқ. Бірдей болмайды. Не үшін? Өйткені көңіл күйге ойлап. Көңіл күйге әсері бар ма? Рецепт әлде. Сол сияқты сіздерге айтайын, мен айтып отқан нәрсем қаншалықты күшті болса да, егер сіз көңіл күйіңіз жоқ, қатты нашар болып тұр, айтсаң, тыңдасаңыз, жаман қылып қабылдайсыз. Тіпті оны уланып қалуыңыз мүмкін. Жаңа көңіл күйі жоқ пісі, бір адам тамақ пісірсе, жеген кезде қалай болады? Уланып қалуы мүмкін, қатты әсер етеді да ол. Егер көңіл күйі күшті болып пісірсе, күшті пісіреді. Сол себепті бұл дәріс алу барысында көңіл күй қатты маңызды. Енді ұстаз осы жаңа айтып жатырмыз ғой, жүз қари деген секілді. Біле білуімше сіздің шәкірттеріңіздің арасында сол шәкірттеріңіздің жүрген өткен жолдарын жазған кітабың жазылып жатыр деген секілді. Естідік, жүз қари деген кітап. Сол кітап жайында айтып берсеңіз.
жалпы бір шәкіртіміз жасапты, маған жаңағыдай ұсынып жатыр, бірақ әлі шыққан жоқ. Сигнальный деп айтады, немесе тексеріп беріңізші деп жіберді. Балауса Асхатқызы деген, Нұрлы Ордадан шыққан 100 қария деген сияқты. Осы кітап болашақта енді қазір жалпы тексеруде. Құдай қаласа өздеріңіздің алдыларыңызда болады. Осы кісі жалпы әр облыспен бөлген, сосын жаттау барысында көрген қиындықтар, жаттау барысында тәсілдері жайында көп жазылған, дәл сол сияқты ұстаздың айтқан насихаттары деген сияқты ішінде бар екен. Құран жаттау барысында шәкірттерге, құран жаттаушылы адамдарға керек насихаттарды ішіне жинақтаған екен. Тексеру барысында алдағы уақытта сіздер қолдарыңызда болады деп сенеміз. Ұстаз, енді жаңа сіздің насихаттарыңызды айтып жатырмыз. Жалпы адам баласы өмірін Құранға байлау үшін қандай нәрсе жасау керек, соны толықтай халыққа айтып, осымен подкастымызды тәмамдасақ. Жалпы барлық адам ойлайды, Құран ауыр деп ойлау мүмкін. Жалпы әрбір мұсылман, сен намаз оқыған кезде, 5 уақыт намаз оқыған кезіңде 32 ракат намаз оқисың, 32 ракатта қанша Құран оқисың? Ханафи мазхабы бойынша негізі таң намазында, енді біздің жалпы жамағат қой, жеке өзің болған кезіңде жалқау емес адамдар 100 аят оқиды таң намазында. Сен 100 аятты жатқа білмесең қалай оқисың намазда деген сияқты. Жалпы бұндар қаяқтан алды? Сахабалардың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам насихаты, сахабалардың оқыған жолдарынан көріп, жалпы ең жалқаулары таң намазында 60-70 аят оқиды деген да. Сен 60-70 аят оқу үшін Құраннан біраз нәрсені жаттаған болуың керек деген сөзді. Сол себепті жалпы әрбір адам дәл сол жаттау барысында, біздің бүгінгі күнде Құран кәрімнің аудармалары, түсіндірмелері бар қаншама. Сол нәрсе адамға қатты мағынасын түсіну жігерлендіреді. Мынандай нәрсе осы оқу барысында біз үкім шығарып, андай деп айтып кету үшін емес. Әр өз үгітті, жалпы ғибрат деген араб тілінде жалпы абара деген естіктен алынған. Бір көшеден екінші бір көшеге өтуді, бір жолдың екінші бетіне өтуді, немесе судың бір бетінен екінші бетіне өтуді абара деген естікпен қолданады. Яғни сен тарихтағы нәрсені сен өзіңе өткізе алсаң, ғибрат алдың деген сөзді. Сол үшін сондай мағынада оқысаң, сен Құран оқуыңа, жаттауыңа көп әсер етеді. Біз жалпы негізі шетелдегілер көп айтып жүрміз ғой, осы біздің Қазақстанда да қазір мен имамдарға да айтқан кезімде, күнде бір аяттан жаттасаң, біз айттық, бір жылда Бақараны бітіріп, Али Имранды жаттайсың деген. Сол сияқты шәкірттеріміз бар. Күнде ұстаз, мына 2 жыл болды осынша жаттадым, 1 жыл болды осынша жаттадым деп күнде есебін беретін шәкірттеріміз де бар. Дәл сол сияқты әрбір адам өзін ойласын, бір күнде бір аят Құран жаттау қатты бір аса бір ауыр емес қой. Кейін екінші мынандай нәрсені түсіну керек. Кішкене салыстырмалы түрде бәріміз мектеп оқыдық. Мектеп оқыған кезде 1-ші класста қандай боласың, 2-ші класста қандай боласың деген сияқты да. Жаңағыдай біз мынандай нәрсені қосып кетейін. Сіздің тәсіліңіз қандай деген сөзге де. Мен қандай тәсіл болса да, турецкий тәсілмен келгендер болды, мен солай жаттатып кете беремін. Проблема жоқ. Бірақ күнделік жасағаннан кейін ол нәтиже тез болады. Сосын сенің істеп жатқан нәрсең қатты бағалы екендігін білсең, оңайлықпен тастамайсың. Жалпы негіз мынандай нәрсе айтайын. Жер қазып, бізде жалпы алтын қазатындар бар, білесіздер ғой, бәріміз білеміз. Алтын қазатындар жердің астына 3-4 шақырымға дейін кіруі мүмкін. Алтын қазатын адам азымыз алтын үшін не істеп жатыр ол? Уақытын беріп жатыр, күш-жігерін беріп жатыр. Не үшін? Өйткені ол үшін бағалы дейсіз ғой. Ол үшін бағалы, қатты іздеп жатыр. Онымен не жоғалтып, уақытын жоғалтып жатыр, күшін жоғалтып жатыр, және тіпті естіп жатамыз, алтын қазып жатқан кезде сол шахталарда өмірден өтіп жатқандарын көп естиміз. Өмірін тігіп барып, сол алтынға жету үшін бәрін істеп жатыр деген сияқты да. Егер біздің істеп болашақ мына Құран жаттауымыз, егер біз сондай бағалаумен бағалайтын болсақ, біз деген тоқтамаймыз оңайлықпен да. Егер көзің жетсе, мысалы мен сізге айтсам, осы жерден бір 10 метр қазсаң алтын табасың десем, сіз қазасыз ба? Мен сөзім қаншалықты бағалайсыз? Егер мен сөзім қатты сенсеңіз, қазуыңыз мүмкін. Егер көрген болсаңыз, 10 метр қазықты сосын бар көмтісі деген қаз десем ше,
басқаша қазасыз ғой, сенікі деп айтсам дұрыс па, қандайға тоқтаусыз қазасыз. Дәл сол сияқты біз кейде хадистерді айтамыз, аяттарды айтамыз, сұрақ беріп көрейікші, мен айтып жатқан хадистеріме, айтып жатқан аяттарыма өзім сенемін, сенбеймін бе? Көп айтамыз, бірақ ол сеніміміз әлі нақты емес. Сол себепті біз тоқтап қала береміз. Андай хадистерді үмметтің қайырлысы деген сөз естіген кезде сен тоқтамауың керексің ғой, үмметтің қайырлысы болайын деп жатсың деген сияқты да. Сол сияқты жалпы айтатынымыз, әрбір адам, әрбір мұсылман, жалпы мен шәкірттер тәрбиелеген кезінде де қари болсын емес, жалпы бір мұсылманды ғана тәрбиелеу, өмірінің бір күнін 2 сағат, 3 сағатсыз, құрансыз өткізбейтін бір шәкірт тәрбиелеу ғана. Ең болмаған кезде қатты жұмыс бар. 1 сағат уақытын бермейтін, 1 сағат уақытын болсын, әрбір күнін құранмен өткізетін шәкірт тәрбиелеу. Мақсат сол болды. Қари болдың, мықты қари қылдың, жалпы Құранның музалға жаттайсың, бәрі ұмытып кетесің. Мақсат сен шәкіртің солай тәрбиелеп кету керек та. Енді ондай нәрседе осы жерде кейде маған көп медреселердің шәкірттері келіп жатады да. Ұстаз сіз де жатасыз, кейбіреулер. Мен айтам, медреселер жаттау бөлек. Кімнің Құраны мықты десе, кім көп оқыған болса, Құранды соныкі мықты. Кім қайталауды көп жасаған болса Құранды, кім Құранға көп уақытын берген болса, соныкі мықты деген сөзді. Ол жерде ол мақсат біздің мына университетте жататуымыз. Біз 3 айда жатады деп отқандарымыз, 3 ай бойы азынан кешке шейін Құранға уақытын берген адамдар емес. 3 ай бойы университеттің сабағын оқыған. Университетте сабақ оқиды, оның тапсырмаларын орындайды. Содан кейінгі бір 3-4 сағат уақытын берген адамдар бәрі. Бүкіл уақытын азынан кешке шейін Құран жататын емес. Мен азынан кешке шейін жатайтын шәкірттеріме де мен айтам, өзім шәкірттерім осы университетте сабақтарын оқыңыз деген сияқты да. Ол қатты маңызды. Онда тастап қоймау керек. Ал медреселерімізде көп уақыт болады. Дәл сол сияқты мен жаңағыдай айттым. Ахмад ибн Хамбал не үшін айтып отырмын? Бүгінгі күнде біз өзімізде де болады. Мына смартфонды жеңе алмайтынбыз, кіреміз, уақытымыз өтіп кетеді. Құранға уақыт бере алмайдық. Телефонға уақытымыз бар. Кейде телефондарымызды ашып қарасақ, 10 сағат кірген, қазір жақсы ғой, өлшеп қояды, қанша сағат кіргенін көрсетіп тұрады да. Қарап көрші әркім өзің. Дәл сол сияқты сен телефонға берген уақытыңды Құранға бердің бе, бермедің бе? Біз олай талап етпейміз, әрине, бірақ бір күнде әрбір мұсылман 2-3 сағат Құран оқу керек қой. Иә, сіз уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін Алла разы болсын, сізге көп керемет насихаттар естідік. Алла тағала өміріңізге, отбасыңызға береке берсін. Иншалла шәкірттеріңіз, көптеген қарияларыңыз көп болсын. Иншалла осы ислам жолында, дін жолында өміріңіздің соңына дейін қызмет етіп нәсіп етсін иншалла. Құрметті көрермендер, осымен біздің подкастымыз соңына келді. YouTube арнасында Ағарту академиясына тіркеліп қойсаңыз, иншалла осы жерден көптеген подкасттарды көретін боласыздар. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.